қысқасы мен бүгін 3 бірдей аккаунт сатып алдым. Олар 100 теңге, 10 мың теңге және де 100 мың теңге тұратын ең ерекше аккаунттар. Ең соңғы аккаунтты көрген кезде мен қатты таң қалдым. Себебі бұл аккаунттың ішінде админ болуға арналған құпия кнопка бар екен. Достар, осы видеоға бір күнде 1000 лайк жинай аламыз ба? Давайте барлықтарың қазірден бастап лайкты аямай пытырлатып бастасаңдар. Ал достар, қараңдар, біз мына жақта ең бірінші аккаунтымызға келіп жеттік. Ең бірінші аккаунтымыз, достар, бізде 100 теңгелік аккаунт. Үшін бұл аккаунттардың барлығын маған досым тауып берді. Если че, досым видеоны көріп отырсаң, саған жалынды сәлем. Так, аккаунтта ең бірінші көзге түсетін бізде никнеймі, базаның никнеймі, короче, Бека екен, достар. Бека деген бала ойнағым ұптылығы мына аккаунтты получается, да. Если че, Бека деген балдар болса, осы видеоны көріп отқан сендерге де жалынды сәлем. Комментарияға жазып кетіңдер, мен Бекамын деп, если че, Бекалар болатын болса. Так, Беканың аккаунтында не бар екен, көрейік онда. Ең бірінші көзге түсетін, достар, бізде бұның ақшасы 925 мың теңгесі бар екен. 925 мың, теңге емес, доллар. Да, 925 мың доллар бар екен. Білем, көп па аз ба, негізі аз деп ойлаймын, по идее. Біраз болып мен де ойнап жүргеніме бірақ соның өзінде әлі дұрыстап шарт етпеймін негізі ойында. Если че, шарт ететіндер болса жазыңдар, негізі 100 теңгеге стоит аккаунт па, не стоит аккаунт па. Ал көрейік енді 100 теңге деген қайқа кетіп жатыр негізі. Почти тегін аккаунт қой. Ең бірінші, достар, мына жақта бізде так, бұл база бірақ этаждық база екен, бірақ этаждық база, бірақ барлық брендердің орнын толтырып тастаған екен. Мына жақта бізде, достар, қараңдар, мынау Новини Пиццанинидің кәдімгі өзі обычный деп тұр. Мынау мына жақта Новини Пиццанидің золотистый версиясы ғой, короче. Мына жақта тышқан бар екен, тағы да Новини Пиццанини. Мынау не? Достар, мынау не? Так, мынау піл дейін десең, пілге дегенмейді. Мұрны пілге ұқсайды, бірақ мұрнында көз бар ма, немен өлен? Достар, не мынау? Білетіндер болса комментарияға жазып беріңдерші. Так, не дейді мынау? Триковый трак барабум дейді. Триковый трак барабум? Не ол? Бір болмайды, бір бөлет қосып тастағанда осы ұқтайды брендер. Так, мына жақта піл бар екен. Но элефант оның, короче, золотистый версиясы ғой да. Элефант емес, бұның аты Лирили Ларила екен, достар. Лирили Ларила бар, тілім келмей қалды ғой. Лирили Ларила бар екен. И сосын мынау тағы золотистый не мынау? Аяқ киім ба? Достар, мынада аяқ киім бар екен, короче, мына жақта алтын футболка гангстера дейді. И бағанадай піл, мынандай бандит барбарито, мынандай тағы мынандайдың екіншісі мынау. Не мынау сол күй түсінбедім мен мынаншы. Піл ма, пілге дегенмейді, еще аяғы бар, вообще түсінбедім, достар. И соңғы брендер бізде тағы да Новини Пиццанини бағана айтып қойдым ғой бұнда. Сол, достар, айтатын ештеңе жоқ. О, қараңдар, достар, 1 миллион болды бізде. 1 миллион доллар болды, достар. Беканың өзі жеткізе алмаған 1 миллион долларды мен жеткіздім оны аккаунтқа. Прикинь. Наны Бека қанша уақыт ойнаған білмеймін, бірақ Бека вообще наны 1 миллион ақшаға жеткізбеген екен. Сол 1 миллионға мен жеткіздім, достар, короче. Сол үшін, достар, қазірден бастап лайктарыңды басып отырыңдар видеоға. Все, басқа бетіп көретіндей ештеңе жоқ сияқты аккаунтта басқа да. Онда, достар, келесі аккаунтымызға кеттік онда. Так, достар, біз өзіміздің екінші аккаунтымызға келіп жеттік. Қараңдар, онда очки киіп алыпты. Очки база жоқ, прическасы арасында шынаскенің, достар. Бағанағы аккаунтта бізде бомжский скин еді ғой. Мына аккаунтта уже қараңдар, кәдімгідей футболкасы бар, джинсы киіп алған, прическасы вообще потолок, достар. Мынау краш жігіт екен да. Краш жігіт деп, краш скин, достар. Достар, мынау скин краш болса лайк басып отырыңдар астыға қарай. Так, бұның неге, достар, 017 Димаш екен. Димаш деген баладан алған екен мына аккаунтты. 017 дегенне қарағанда Шымкент тұратын бір Димаш ау деймін да. В общем, шымкентский Димаштың аккаунтында не бар екен қазір көретін боламыз, достар. Если че, достар, Димаштар болатын болса, осы видеоны көріп отқан тоже жазып кетіңдер. Ал базаға кірейік, ал тадам. Так, не бар мына жақта? Котенок дейді. Котенок, мысық. Достар, мына қараңдар, сап-сары мысық бар екен. 3 миллион тұрады екен. Базар жоқ, 3 миллион доллар, достар. 3 миллион доллар тұратын брендер бізде 725 миллионнан беріп тұрады екен. Мынау уже 300 мың орындық. Ну, простой сияқты по идее мынау да. Мынау 3 миллион. Мынау мен салса да келмейді ғой вообще, достар. Мынанда екі қаз бар екен, достар. Достар, мынау арты туалет ба? Базар жоқ, достар, қараңдар. Арты туалет, алды қаз, короче, қаз ба үйрек па, достар, білмеймін точно не екенін. Комментарияға жазып отырыңдар, қайсы екен білсеңдер. Бәрі, достар, мен әрең дегенде отырдақта көзім кәдімгідей жасап отырып мен ауырып отырдым, негізі сол ауырып отырғаныма қарамастан видео істеп отырдым мен, достар. Сол үшін осы еңбегім бағалап қазірден лайк басып отыра бердіңдер. Мына жақта, достар, 250 миллион тұратын дракон, достар. 250 биллион береді мынау әрбір деген сайын, достар, қарасыңдаршы, не деген потолок, базар жоқ. Мына жақта не бар бізде? Так, 25 дейді. Типа 2025 жылдың несі ғой, брендер отыр ғой да. Базар жоқ, қазір бірақ 2026 ғой, достар. 2026 деген брендер жоқ екен мына жақта. Нағараңда, достар, стол, короче, 297 мың доллар тұрады екен. Мынау 300 мың тұрады.
мына екеуі почти бірдей, просто қараңдар, мынау көк цветтегі, мынау қызыл цветтегі, типа екеуі парочка ма немене өлі. Мына жақта достар қараңдар, үш бірдей клоуниноны қатарынан қойып қойған екен, 15 миллионнан тұрады екен, үшеуі де 2 биллионнан береді екен, әдбе деген сияқты. Қараңдар, мынау 26 биллион, 62 биллион, уже база жоқ, алып қойып, бәрін ақшаладың. Так, екінші этажда бізде не бар екен, достар? Бізде қараңдар, база бізде 3 этаж. Так, достар, екінші этажда не бар екен? Көрмей тұрып, бірінші осы видеоға лайк басып алыңдар. 3-ге дейін санаймын, давайте, достар. 1, 2, 3, достар, лайк басып үлгердіңдер ма? Үлгерсеңдер, красавчиксіңдер, достар. Так, онда көрейік ал не бар екен. Ема, достар, қараңдар, мына жақта бірден бізде 3 мияу тұр ғой, достар, 3 мияу. Біреуі розовый, екеуі кәдімгі золотистый, достар, қараңдар. Ема, достар, мынау розовый мияу бізде 2 биллион тұрады. 2 биллион доллар. Ема, достар, потолок қой мына жақта. 2 бірдей мияунанда. Ема, мына жақта, достар, элефанто тұр бізде еще. Ема, розовый элефанто. Розовый элефанту, еще розовый мынандай мияу тұрады. Ема, достар, потолок қойнанда элефантоның үшеуі тезіліп тұр ғой мына жақта. Достар, осы ше мияу мықты ма или элефанто мықты ма? Сондықтан тоже комментарийға жазып беріңдерші. Алдын бір досым айтады, мияу ең мықты брейнрот дейді. Сосын бір досым айтады, элефанто ең мықты брейнрот дейді. Қайсы ең мықты брейнрот екен, достар, комментарийға жазып отырыңдар. Мына жақта, достар, қараңдар, мына телевизор тұр, тоже розовый. Так, үшінші этажға кеттік онда. Ема, достар, мына жақта бізде 5 бірдей скибиди туалет тұр ғой, достар. Ема, 400 миллион тұрады біреуі, достар, қарасыңдар, скибиди туалет 5-еу тұр бір емес. Мына жақта элефант олар. Ең мықты брейнроттардың барлығы мына жақта тест болған ғой, достар. Ема, потолок ба, достар, потолок болса лайк басыңдар видеоға. Ема, достар, бетекші давай бәрінің ақшасын бір уақытта жинақтқан. Так, 1, 2, 3 кеттік ал, ақшасын жинаймыз бәрінің. Кеттік ал, элефант олардың ақшасын бәрін жинап, достар, қатаңдар. Бізде уже 14 QA. QA деген не ол, достар? Триллион, биллион, одан кейін не болатын еді? В общем, достар, QA дей берек, 14 QA доллар бар бізде, достар, қарасыңдар. Ема, мына аккаунт, достар, ұнатшы. Мына аккаунт, достар, бізде 10 мың теңгенің аккаунты ғой. 10 мың теңгенің аккаунты мына 10 мың теңгеге стоит ба? Стоит емес па? Тоже комментарийға жазып отырыңдар, достар. Так, достар, мынау 3 этаждық база и скибиди туалет беді. В общем, достар, 5 бірдей скибиди туалеті бар, сосын элефанто қанша мына жақта общий. Так, мына жақта 3 элефанто бар, мына жақта, так, тоже 5, получается 8 элефантома общий, достар. 8 элефантосы, сосын жақта 3 мияуы, одан кейін 5 скибиди туалеті бар и 3 этаждық база, достар, 10 мың теңгеге стоит па, не стоит па? Енді, достар, комментарийға жазып кетіңдер. Білмеймін, достар, мына аккаунт өзіме ұнады. По идее нормальный аккаунт сияқты, енді мен онша шарт жетпеймін ғой. Енді бәрін білетін сендерсіңдер ғой, комментарийға жазыңдар. Маған бірақ ұнады, достар. Сол, достар, басқа көтетін ештеңе қалмады. Енді келесі аккаунтымызға кеттік онда. Так, достар, біз өзіміздің 3-ші аккаунтымызға келдік. Соңғы аккаунт бүгінгі видеодағы. И бұл аккаунтты досым маған 100 мың теңгеге сатып алып берді. Еще, достар, 100 мың теңгеге навсегдаға емес, бұл аккаунт тек 1 сағат қана ойнауға болады екен. Білмеймін, енді 1 сағатқа болды 100 мың теңге төлейтіндей қаншалықты мықты аккаунт екенін. 100 мың теңгеге стоит па, стоит емес па, тексеретін боламыз. Көзімді жауып экранға қарайтын болам. Сендер оған дейін видеоға лайк басып тіркеліп алыңдар. Ал кеттік, достар, көзімді жұмап 3-ге дейін санаймын ал. Так, 1, 2, 3, достар, видеоға лайк бастыңдар ғой да. Так, көзімізді ашайық онда. Так. Ема, база Семи-дің скин, достар. Ема, достар, 100 мың теңгеге, достар, мынау Семи-дің аккаунты ғой мынау. Достар, прикол, Семи-дің аккаунты мынау. Админ деген панель тұр мына жақта, достар, қараңдар. Не мынау? Ема, достар, қараңдар, админнің несі бар мына жақта. Достар, мына жақта админнің админнің кнопкасы бар, достар. Мен сонда 1 сағатқа админ болып кеттім ба? Достар, қараңдар, 3 этаж. Достар, түсін ба, өңім ба? Ема, достар. Так, достар, не бар екен көрейікші ал? Ема, достар, мына жақта тек қана мияу, достар, қараңдар. Түрлі түсті мияулар. Мынау бағанағы сары мияу обычный, мына жақта золотой мияу, мына жақта алмазный мияу, мына жақта не нау? Кровавые загнивания дейді. Достар, мына жақта қараңдар, бірінші этажда тек қана мияулар түрлісі. Мынау бізде 500 миллион, мынау бізде 625, 750, осылай кете берген, достар, қараңдар. Ема, розовый, мынау бағанағы конфет не мияу. Мына жақта лава, галактика дейді. Иньян мияукан еді. Ема, достар, потолок. Ема, достар, бірінші этажда тек қана мияулар. Екінші этажда не бар екен көрейікші. Бірінші этаждың өзі мынандай болса, екінші этаж қандай екен, достар? Достар, давай бетейік онда. Екінші этажды көрмей тұрып, осы видеоға лайк басыңдар ал. Так, достар, 3-ге дейін санаймын, лайк басып үлгеріңдер. 1, 2,
достар лайк басып үлгердіңдер ме? Ал көрейік ал достар екінші этажда. Достар, тек қана скибиди туалеттер достар мына жақта. Ақ скибиди туалет қаяқта мына жақта достар қараңдар. Тек қана түрлі түсті скибиди туалеттер да, бірақ ақ скибиди туалет жоқ, кәдімгі оригиналы. Ема достар, мына жақта ең біріншісі проклятый дейді. Қып-қызыл ема түрі қорқынышты ғымнан достар қараңдар. Достар, ақылық тиіп қалды одан достар мынандай таңғалудан. Мына жақта бізде радуга дейді. Достар, мына қараңдар түсі ауысатынын прикинь. Базар жоқ, цвет ауысып тұрады. Ең қымбат мынау деймін да. 4 миллион тұрады достар қараңдар. Ема. Ең арзаны бізде так мына жақта 2,8 миллион. Ең қымбаты так бізде осы радуга ма сонда достар. Потолок. Мына жақта бізде так проклятый, радуга, бағанағы красный, конфеты деген тұр и лава достар қараңдар. И мына жақта бағанағы иньян, радиоактивный дейді мына жақта. Потолок достар. Ема, мынау ең қымбаты мынау ма сонда 400 миллион береді достар бір келген кезде. Ема, үшінші этажды көрейік шал. Достар, тек қана элефант мына жақта. Достар, точно ояуым мен түс көріп отқан жоқпын ба? Достар, мына жақта қараңдар. Ең бірінші бізде клубничный слон дейді. Нан төбесі көрінбей ма сонда? А мынау радуга ғой бағанағы достар қараңдар. Цвет ауысатын элефант ең қымбат элефант мынау сонда. Ема, достар, 7 миллион тұрады. Бір келген кезде 750 миллион береді. Потолок достар. Екіншісі бізде мынау бағанағы қорқынышты элефант. Ема, достар, мына көзін қараңдар, қып-қызыл. Базар жоқ. Үшіншісі бізде мынау. Достар, мынау бағанағы иньян, мынау галактика примерно бағанағы, мынау алмазный, мынау бағанағы конфет, мынау лава достар. Достар, мына аккаунтта ең мықты брендоттар достар. Мынау түсім ба, өңім ба достар, әлі өзімнің ояу екеніне сенбей тұрдым достар, мен мынаны көріп ше. Достар, короче, қараңдар, мына жақта ең астында максимальная удача деген кнопка тұр. Соны басып көрейік давай достар. Дым өзгермеді ғой. Не бар мына жақта? Ема, достар, қараңдар. Достар, максимальная удача деген, короче, мына жақтан тек қана мықты брендоттар шығады екен. Ема, достар, қараңдар, бағанағы брендоттарды қараңдар да. Достар, мына жақта бір простой шығып атқан жоқ қой, прикинь. Lucky Block. Жоқ, Lucky Block емес екен, міне Lucky Block деп ойлап қалып ойланып қанатына қарап. Балерина, капучино, достар, ема, бір простой брендот шығып атқан жоқ мына достар, қарасыңдаршы. Ема, не болып жатыр достар мына жақта? Сонда мен енді 1 сағат бойы админ бола аламын ба достар? Ема, базар жоқ. Достар, маған бір идея келді. Келесі видеода осы сенбейдің аккаунтын тағы да 100 000 теңгеге 1 сағатқа сатып алып, өзімнің достарыма пранк жасасам қалай? Осылай максимальный удачаға қойып қойып, тек қана мықты брендоттарды шығарып, ютубер достарыма пранк жасасам, достар, қызық болатын сияқты да, по идее. Достар, давайте бүйтейік онда. Сендер осы видеоға лайкты аямай пықтырлатып басып тастаңдар. Егер осы видеода 3000 лайк жиналатын болса, мен онда сондай пранк видео шығаратын болам. Давайте барлықтарың осы видеоға қазірден лайктарыңды аямай басыңдар и комментарийға қандай ютуберге пранк жасағанымды қалайсыңдар осылай сенбей болып. Сондықтан жазып беріңдер достар. Келесі видеода солай сенбей болып достарыма пранк жасаймын достар. Ал онда осымен біздің видеомыз соңына жетті. Видео ұнаған болса каналға лайк басып тіркеліп комментарийға видео ұнады деп жазып кетіңдер. В общем, сол сендермен бірге болған мен Нұрислам. Давайте.